Ассалаумағалейкум. Bir азан бар, артынан оқылатын намазы жоқ дейді. Ал бір намаз бар, алдында айтылатын азаны жоқ дейді. Бұл қандай намаз, бұл қандай азан? Яғни дүниеге сәби келген кезде, оның оң құлағына азан айтылып, сол құлағына қамат түсіріп, екі құлағына да атын 3 реттен қайталайды. Бұл қайдан келген? Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан келген сүннет амал. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам немересі Хасан дүниеге келген кезде дәл осылай жасаған дейді. Дағы бір айта кететін нәрсе, егер де дүниеге келген баланың оң құлағына азан айтылса, сол құлағына қамат түсірсе, ол балаға жын шайтаннан ешқандай зиян келмейді дейді. Осы сүннет амал кейбір үйінде намаз оқымайтын отбасыларда қалыс қалып бара жатыр. Үйінде ешкім азан айта алмағандықтан көбісі осы нәрсені ұмыт қалдырған. Осы сүннет амалымыздың қайта жаңғыруына мұсылман бауырлар, туған туыстарыңыздың, дос жарандарыңыздың, таныстарыңыздың үйінде дүниеге сәби келсе, оны міндетті түрде сұрап, өздеріңіз арнайы барып, құлағына азан айтып, қамат түсіріп, атын қайталап кетулеріңізді сұраймын. Осы сүннет амалдың қайта жаңғыруына өз үлесімізді қосайық. Қыз келіншектер босанайын деп жатқан құлақтарыңызға алтын сырға. Мына біздің оңтүстіктің өзінде осы мәселе қалыс қалып жатыр кейбір отбасыларда. Ал енді солтүстігіміз, батысымыз, шығысымызда не болып жатқанын бір Аллаға мәлім. Сондықтан осы сүннет амалымыздың барынша таралуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.